Біз өмір сүріп отырған қоғам қоқысқа толды. Мұхитта, жерде, отырған жеріңізде қоқыс көп. Қоршаған ортаның жыл сайын ластануы бүгінде үлкен мәселеге айналды. Жыл сайын әлемде 1 миллиард тоннаға жуық өндіріс қалдықтары және 14 миллион тонна тұрмыс қалдықтары шығарылады екен. Ал әрбір адам тәулігіне 1,5 килограмм қоқыс тастайды. Өздеріңіз көріп отырғандай, цех операторлары өзінің негізгі жұмысын тастап, ай сайын аймақты тазалаумен айналысуға мәжбүр. Бұған басты себеп жұмысшылардың салғырттығы. Бұл кемшіліктер бойынша біздің, яғни көктардың тарапынан тексеру кезінде түсіндірме жұмыстары жүргізіліп тұрады. Пластик ыдыстар топырақта 200 жылға жуық уақытта ыдырайды екен. Яғни, қарапайым баклажканың өзі 2 ғасыр бойы қоршаған ортаны биферол, полистирол секілді химикаттармен улайды деген сөз. Дүниежүзілік ұйымдардың мәліметінше, осындай пакеттердің кесірінен жыл сайын миллиондаған құстар мен жануарлар қырылады екен. Ғалымдардың болжауынша, өлген жануарлардың асқазандарының 90%-нен осындай пакеттер табылған. Таза болса табиғат, аман болар адамзат. Қандай дөп айтылған теңеу. Ендеше артымызға қоқыс емес, таза табиғат қалдырайық.